Сәлеметсіңдер ме балалар? Моңғол мемлекеттік білім университетінің жалпы білім беру мектебінің мұғалімі Сермамын. Бүгін біз қандай да бір ыдысқа қаншалықты сұйық сияды, ыдыстың ішкі кеңістігін қалай атауға болатынын білетін боламыз. Біздің сабағымызға қатысқалы досымыз келіпті. Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің атым Анар. Мен 6 жастамын. Бүгін сендермен бірге оқып үйренуге келдім. Біздің сыныптың Болт, Сесік екеуі қайсымыздың құтыдағы сусынымыз көп деп екеуі дауласты. Балалар, сендер қайсысының сусыны көп деп ойлайсыңдар? Олар сусындарын қатарластырып қойды. Сесігенің сусыны көп көрініп тұрған сияқты. Олай болса, осы көрініп тұрғандай бола ма екен? Бәріміз бірігіп тексеріп көрейік. Жарайды балалар. Олай болса, Анардың достарының дауын шешімін табуға көмектесіп бірігіп жұмыстайық. Бірігіп жұмыстағанда төмендегі ескертулерді ұстаныңдар. Отбасы мүшелерімен бірігіп топпен жұмыстаңдар. Су және сұйықтарды төгіп алудан сақ болыңдар. Чыны ыстақандар құлап сынып қалудан сақ болыңдар. Мұғалімдеріңде 2 түрлі сусын, бірдей пішіндегі 2 ыстақан бар. Тәжірибе жасап көрейік. Сусынды осы бірдей 2 ыстақанға таусылғанша түбіне дейін құйып көрейік. Сендердің ойлағандарыңдай болды ма? Сесігенің құтыдағы сусыны аздап көбірек екен. Мына ыдыс екеуінің сыйымдылығы қайсысыныкі үлкен екен? Әрине, мына құтыға көп сусын сиятындықтан сыйымдылығы үлкен құты екендігі көрініп тұр. Ал мына құтыдағы сусын анағұрлым аздау көрініп тұр. Әрине, олай болса, осы 2 құтының сесігенің құтысының мөлшері үлкен екендігі анықталды. Осы тәжірибеден қарағанда, ыдыстың сыйымдылығы сол ыдыстың кеңістігіне қатысты екен. Бата болды екеуінің оқиғасын көріп, отырған кезде алдыңғы тәжірибемен салыстырып қорытынды жасаңдар. Досым, сенің суың ауыр ма? Солай, ауыр екен. Бірақ сенің суың менің суымнан аз сияқты. Жоға, керісінше менікі де көп сияқты ғой. Онда екеміз тексеріп көрейік пе? Сөйтейік. Бірақ қалай тексеріп көреміз? Көрдің бе, менікі көп су сияқты ғой. Қарағанда менікі де көп су сияқты ғой. Олай болса, басқа тәсілмен тексеріп көрейік. Қалай тексереміз? Бізде чөміш бар емес пе? Чөмішпен тексерейік. Кәне. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Көрдің бе досым? Менің елегенім кәтелден аласа жалпақ, аузы кең, ашық болғанымен кәтелден қарағанда көп су сыйыпты ғой. Бәсе солай екен. Менің досым күшті екенсің ғой. Ыдыстың көрінісі өзгеше болған жағдайда, қосымша өлшем бірлігін пайдаланып салыстыруға болады.
Жаңағы тәжірибеге қарағанда қосымша өлшем бірлігіміз чөміш болып есептелінеді. Олай болса, қызыл елегінге 4 чөміш су сиятын сыйымдылығы бар екен. Ал жасыл кәтелге 3 чөміш су сиятын сыйымдылығы бар екен ғой? Балалар. Ең сыйымдылығы үлкен кубыны табыңдар. Неліктен? Балалар, сендер ойланып көрдіңдер ме? Менің ойымша, осы 3 кубының биіктіктері бірдей болғанымен, аузының пішіні және сыртқы көлемі үлкен кіші жуан жіңішкесіне қарай сыйымдылықтары әртүрлі деп ойлап тұрмын. Әрине, неге десең, 3-ші кубы жіңішке көрініп тұрғандықтан ол сыйымдылығы аз. Ал екіншісі үшеуінен де жуан көрініп тұрғандықтан сыйымдылығы ең үлкен кубы ыдыс деп ойлаймын. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Менің ойыма келісесіңдер ме? Енді мына есепті шығарыңдар. Шыны ыдысқа 4 кесе су сиятын болса, осында 2 ыдысқа барлығы неше кесе су сияды? Бір ыдысқа 4 кесе су сияды. Тағы сондай ыдысқа 4 кесе су сияды. Олай болса, 4 қосу 4 тең 8 кесе су болады деген сөз. Бүгінгі сабақта біз ыдыстың сыйымдылығын мөлшерлеп айтып көрдік. Осылайша біз сыйымдылық деп ыдыстың ішкі кеңістігін айтатынын білдік. Ыдыстың сыртқы көрінісі әртүрлі болған жағдайда сыйымдылықты салыстыру үшін әр ыдысқа қанша кесе немесе қанша шөміш сұйықтық сиятынын мөлшерлеп сыйымдылығын анықтадық. Үй тапсырмасына бүгінгі шығарған есептеріңді дәптерлеріңе әдемі көркем жазумен жазып алыңдар. Оқулықтың 73-ші бетіндегі тапсырмаларды орындаңдар. Балалар, сау болыңдар. Зейін қойып тыңдағандарыңа көптен көп рахмет.